Белгіленген орындар әлеуметтік арақашықтық медициналық бетперде. Бұл түлектердің 11 жыл бойы білімнәрін алған алтын ұясымен қоштасқандағы сәт. Таңдауда талғамы асқақ мектеп бітірушілер жылдағыдай қымбат ресторан, лимузин жалдап тойламайды. Тек аттестат алу кешімен шектеледі. Мектеп бітірушілер арманымыз емес еді дейді. Дегенмен елді жайлаған індеттен 25 мамырда болуы тиіс соңғы қоңырау үнін бүгін естуге мәжбүр. Қайта қолдау көрсетіп, жылы лебізін білдіруге білім басқармасының басшысы Есенғазы Иманғалиевтің өзі келді. Міне сіздер 11 жыл осы білім ұясында үлкен саяхатқа, осы үлкен өмірлік жолдарында бастауға дайындалып, осы жерде қаншама пәннен білім алдыңдар, қанша тәрбие жұмыстары өткізілді. Сондықтан бүгін барлықтарыңызге, ата-аналарға, осы жердегі отырған ұстаздарға, мектеп басшылығына үлкен рахметімізді айтамыз. Сондықтан бүгін міне пандемия коронавирусқа қарамай бүкіл Қазақстан бойынша осындай шаралар өткізіліп жатыр. Жүректері лүпіл қаққан, қимастық пен қуаныш, аңсау мен арман сезімдер араласқан. Түлектер жоспардың күрт өзгергенін айтып өкінеді. Салтанатты шара мектеп аумағында, ашық аспан астында, қонақтарсыз, тек мектеп бітірушілердің қатысуымен және санитарлық нормаларды сақтай отырып өтуде. Біз бүгінгі салтанатты жиынды екі сынып бітіргелі отырғандықтан, екі сыныпты екі уақытта қойдық. Бірінші кезең сағат 10-да болды, екінші кезең міне сағат 12-де басталғалы тұр. Енді бұл оқушыларымыздың ішінде республикалық, қалалық, облыстық сайыстарда өздерінің ғылыми жобалары мен пәндік олимпиадаларға қатысқан жүлдегерлеріміз бар. Сондықтан енді біз бүгінгі түлектерге сәт сапар тілеп отырып, әрине қазіргі жағдайда болып жатқан мынау пандемияның алдын алу мақсатында қазіргі жұмыс алгоритмі сақталуда. Оқушыларымыздың барлығы бетпердемен келді, және де қонақтар болмайды. Сондықтан да осындай жағдайда салтанатты жиынды өткіземіз. Алтын ұя мектебімен қоштасып, үлкен өмірге қанат қаққалы тұрған Әйгерім болашақта дизайнер болғысы келеді. Алтын белгімен мектеп аяқтаған ол мектеп бітіру кешін бұлай армандамағанын айтады. Бүгін бізде соңғы қоңырау мерекесі болып жатыр. Көптеген мұғалімдер келген жоқ, және де ата-аналарымыз да келген жоқ. Карантин болмаса бізде міндетті түрде мейрамханада той сияқты өткізетін мерейтойымыз болушы еді, бірақ біз осыған өкініштіміз, бірақ қатты емес, енді ол әлемде болған жағдай. Қалай болғанда да түлектерді алда үлкен сынақ күтіп тұр. Ол ұлттық бірыңғай тест тапсырып, жоғары оқу орнына түсу. Айдана Бекқалиқызы, Александр Евдушенко, Ерболат Қуатбек, Лайф 09.